Солтүстік Корея, АқШ-тың Оңтүстік Кореямен өтетін әскери жаттығулар ауқымын азайту туралы шешіміне еш мән бермей, бұл жаттығулардың бұрынша арандатушылық әрі агрессивті сипатта қалатынын мәлімдеді. Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Иннің қарындасы Ким Йо Чон олардың ұзақтығы мен ауқымын азайту, жаттығулардың мән мағынасын өзгертпейтінін айтты. Сондай-ақ ол осы аптаның басында Трамптың Ким келіссөздер жүргізу туралы өтінішіне жауап берді деген сөзіне қарамастан, Трамп пен оның ағасы арасында ешқандай байланыс болмағанын хабарлады. Осы даудан тыс Ким Йо Чон ағасы мен Трамп арасындағы қарым-қатынасты әлі де тамаша деп сипаттап, Пхеньянның дипломатияны қайта бастау үшін жеңілдіктер іздеуі мүмкін екенін меңзеді. Бұл пікірлер Вашингтон мен Сеулдің Трамптың өтініші бойынша 11 күндік АЛШ Freedom Shield жаттығуларын қысқартқанын растағаннан кейін айтылды. Оңтүстік Корея жаттығулардың 27 тамыздың орнына 21 тамызда аяқталатынын, ал кейбір бірлескен далалық дайындықтардың да азайтылатынын мәлімдеді.